Жылыту маусымы қарсаңында көмір тағы 7%-ке қымбаттады. Энергетика вице-министрі Жандос Нұрмағанбетов осылай деді. Бағаның өсуіне не әсер етті? Қазақстан темір жолы желісі арқылы көмір экспорты 12%-ға өсті. Сөйтіп 7 айда еліміз 20 миллион тоннаға жуық қатты отынды шекара асырды. Оның дені Ресей, Орталық Азия және Еуропа елдеріне бағытталған. Көмірді ел ішінде тасымалдау 1,5%-ке артқан. Оның 37 миллион тоннасы экономика отынына 5 миллион тоннадан астамы халыққа жөнелтілді. Бұл былтырғыдан 26%-ке көп. Жалпы алғанда ұлттық компания жүйелерінің арқылы 62 миллион тонна көмір тасымалданған. Яғни өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,6%-ға артық. Экономика үшін ауыз толтырып айтарлықтай көрсеткіш, бірақ қарапайым халыққа көмір бағасы қолжетімді емес. Энергетика вице-министрі Жандос Нұрмағанбетовтің сөзінше, темір жолдар бойынша отынды жеткізу жыл бастан бері орташа алғанда 5%-ға қымбаттапты. Биыл елде көмір құны 30%-ке өскен. Тамыздың басында ғана 7%-ға көтерілді. Оның үстіне энергия өндіруші кәсіпорындардың кейбір шекті тарифі тағы да өсіруді сұрауда.